Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы функция және оның берілу тәсілдері. Мектеп бағдарламасынан сіздер сызықтық функция, квадраттық функция ұғымдарымен танысыздар. Шамалар тұрақты және айнымалы болып екіге бөлінеді. Айнымалы шама дегеніміз әртүрлі сандық мән қабылдайтын шама. Айнымалы тәуелді және тәуелсіз болып екіге бөлінеді. X-ке мән беру арқылы біз Y-тің мәнін табатынбыз. Сол себепті X бізде тәуелсіз айнымалы, ал Y тәуелді айнымалы болатынын білеміз. Мына формула маятниктің тербеліс периодының формуласы. Мұндағы Т және Y бізде тәуелді айнымалы. L және X тәуелсіз айнымалы. Тұрақты шама абсолют тұрақты және параметр болып бөлінеді. Абсолют тұрақты дегеніміз кез келген жағдайда бір ғана сандық мән қабылдайтын шама. Мысалға, кез келген үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. 2 және π абсолют тұрақты. G бізде параметр болады. Функцияның анықтамасына тоқталсақ. Функция дегеніміз X жиынындағы X-тің әрбір мәніне Y жиынының нақты бір Y мәнін сәйкес қоятын ереже немесе заңдылық. Келесі суреттен қай сурет функцияның графигі болмайтынын анықтаңыз. Бірінші суретте көріп тұрғанымыздай, X-тің мәніне Y-тің нақты бір ғана мәні сәйкес келеді. Екінші суретте де дәл солай. Үшінші суретте X-тің мәніне Y-тің екі мәні сәйкес келеді. Демек, анықтама бойынша бұл сурет функцияның графигі болмайды. Келесі суретте мұнда да X-тің бір мәніне Y-тің екі мәні сәйкес келеді. Бұл суретте функцияның графигі болмайды. Сіздерге таныстырылатын жаңа ұғым функцияның анықталу облысы. f(x) функциясы белгілі бір мән қабылдайтын тәуелсіз айнымалының нақты мәндер жиыны. Суретте көрсетілген -6-дан 5-ке дейінгі аралық функцияның анықталу облысы болады. Анықталу облысының белгіленуі оқылуы d ат f. Келесі ұғым функцияның мәндер жиыны. Анықталу облысынан алынған тәуелсіз айнымалыға сәйкес табылған функцияның мәні. -4-тен 3-ке дейінгі аралық бізде функцияның мәндер жиыны болады. Белгіленуі ef, оқылуы e ат f. Мысал, функцияның анықталу облысын табыңыздар. Бағана көрсеткеніміздей -6-дан 5-ке дейінгі аралық функцияның анықталу облысы. Мәндер жиыны -4-тен 3-ке дейінгі аралық
функцияның нөлдері минус 1, 1, 4. Келесі функция 0-ге, 2,5-ге, 4-ге, минус 6-ға тең болғандағы мәнін табыңдар. Енді сіздерге өзіндік тапсырма. Берілген график бойынша функцияның анықталу облысын, мәндер жиынын, функцияның нөлдерін, функцияның минус 5, 3, 4, 5 болғандағы мәнін табыңыздар. Жауабымен салыстырамыз. Сіздерде де осылай шықты деген ойдамын. Бірінші мысал. Функцияның анықталу облысын табыңдар. Көріп тұрғанымыздай, берілген функция көп мүше болғандықтан аргументтің кез келген мәнінде анықталған болады. X-ның орнына қандай сан қойсақ та, бұл функция анықталады. Мысалға, X-ның орнына 0 қойайық. 2 көбейтілген 0-дің квадраты, азайтылған 3 көбейту 0, 0 болады. Минус 17. Демек, функцияның анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны. Келесі мысал. Y тең 2x бөлінген x квадрат минус 9. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл бөлшек рационал санмен берілген функция. Сондықтан оның бөліміндегі x квадрат минус 9 тең болмау керек 0-ге. Немесе x тең болмау керек плюс минус 3-ге. Функция плюс минус 3 мәнінде анықталмайды. Мысалға, x-ның орнына 3-ті қойайық. 3-тің квадраты 9, 9-дан 9 азайтамыз 0. Сан 0-ге бөлінбейді. Минус 3-ті алайық. Минус 3-тің квадраты 9, 9-дан 9 аламыз 0. Сондықтан берілген функцияның анықталу облысы минус 3 және 3 сандарынан басқа барлық сандар. Келесі функцияның түбір астында 2x минус 1. Түбірдің астында теңсіздікті шешеміз. Сонда функцияның анықталу облысы 0,5-тен плюс шексіздікке дейін. Енді мысалдарға сәйкес номер 3-ші есепті шығарамыз. Жауабымен салыстырамыз. Осындай жауап болып шыққан болса, өте жақсы. Екінші мысал. Функцияның анықталу облысын және мәндер жиынын табайық. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл функцияда иррационалдық және рационалдық мәндермен берілген. Сол себепті біз түбір астында x-ті f1 деп белгілеп алайық. 3 бөлінген x плюс 2-ні f2 деп белгілеп алайық. Енді әр функцияның анықталу облысын жеке-жеке тауып алайық. Тауып алдық. Бізге енді жалпы функцияның анықталу облысын табу керек. Ол үшін сан түзуіне салайық. Сан түзуінде көріп тұрғанымыздай, екі функция аралығының қиылысуы 0-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Сондықтан берілген функцияның анықталу облысы 0-ден плюс шексіздікке дейін. Мәндер жиынын табатын болсақ, x тең 0 деп алатын болсақ, y бізде 1,10-нан
5-ке тең болады екен. Берілген функцияның мәндер жиыны сонда 1,5-тен плюс шексіздікке дейін. Үшінші мысал. Y тең 2 косинус x минус 5 функциясының мәндер жиынын табайық. Анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны. Косинус x функциясының мәндер жиыны да мектеп бағдарламасынан білеміз, косинус x минус 1-ден 1-ге дейінгі аралықта болатынын. Енді осы берілген функциядан мәндер жиынын табу үшін біз қос теңсіздікке көштік. Осыдан теңсіздіктің әр бөлігін 2 косинус x-ке келтіру үшін 2-ге көбейтеміз. Енді бізде минус 5 қалып отыр. Соңғы теңсіздіктің әр бөлігіне минус 5 санын қосамыз. Сонда біздің функцияның мәндер жиыны минус 7-ден минус 3-ке дейінгі барлық сандар болады екен. Функцияның берілу тәсілдері. Функция бізде кестелік. Кесте толтырамыз. Графиктік суретін салу арқылы, берілген кесте арқылы графигін салуға болады. Үшінші, аналитикалық тәсіл. Бұл функцияны зерттеуге ең ыңғайлы тәсіл. Оқулықтағы номер 1-ші есеп. Функцияның берілген нүктедегі мәнін табыңдар. g от x тең 3x квадрат минус 1 функциясын алайық. Бұл жерде x-іміз минус 2-ге 4,5-ке 3-тен 1-ге тең болғандағы мәндер жиынын табамыз. X-ның орнына алдымен минус 2-ні қойып есептейміз. 3 көбейтілген минус 2-ның квадраты азайту 1. Жауабы мінекей. Келесі есептің өздеріңіз шығарып, жауабымен салыстырамыз. Номер 2-ші есеп. f от x тең x куб. Функцияның минус 1, 2-ден 1, 2 болғандағы мәндерін табыңдар. Ол үшін x-ның орнына алдымен минус 1-ді, 2-ден 1-ді, 2-ні қойып есептейміз. Сіздерге тапсырма. Ә есепті өздеріңіз шығарып, жауабымен салыстырамыз. Номер 4-ші есеп. f от x функциясы 1 бөлінген x қосылған x квадрат және g от x 2 бөлінген x минус 8 функциясын есептеуіміз керек. Бұл жерде бізде f от x функциясының орнына 0,5-ті, g от x тек x-тің орнына 2-ні қоямыз. Алдымен f от x функциясын есептейміз. Келесі g от x функциясы. Екеуін азайтамыз. Жауабы. Келесі есепті өздеріңіз шығарып, жауабымен салыстырамыз. Номер 5-ші есеп. Аргументтің қандай мәнінде функция төмендегі мәндерді қабылдайды. Берілген функциямыз f от x тең x квадрат қосылған 5x минус 1. Берілген функцияны минус 1-ге теңестіреміз. Келесі амалды орындаймыз. Сонда шығатыны 0 және минус 5. Үйге тапсырма. Номер 1-ші есептің b, v-сы, номер 9-шы, 10-шы есептер. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді функцияның графигінде
бағалаңыздар. 2-ден 5-ке дейінгі аралықта бағалау шкаласы көрсетілген. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.